Байбек немесе акцияларды қайта сатып алу дегеніміз не? Неліктен компаниялар өз акцияларын қайта сатып алады? Көбінесе компаниялар өздерінің барлық қағазын қайта сатып алып жатқаны туралы хабарлайды. Неліктен олар мұндай қадамға барады? Бұл табыс табудың жолы ма, әлде амалсыздықтан туындаған әрекет пе? Бүгінгі видеода осы сұрақтардың жауабын қарастырамыз. Бұл Жан Инвест, кеттік. Байбек – бұл акцияларды қайта сатып алу. Байбек арқылы компания акционерлерден акцияларын қайта сатып алады және акцияларының бір бөлігін қор нарығында айналымынан шығарады. Көбінесе белгілі бір компанияда артық ақша жиналып қалса және оны салатын жаңа бағыттар болмаса, компания байбек жасайтыны туралы хабарлайды. Кері сатып алу ірі акционерлердің нақты акцияларын ұлғайтуға және олардың ұстанымдарын нығайтуға мүмкіндік береді. Оның үстіне қатты бәсеке жағдайында ірі компанияның бос қаражаты жеткілікті болып, бірақ оны пайдаланбай отырса, инвесторлар мұны тоқыраудың белгісі деп санап, акцияларын сата бастайды. Компания акциялары арзан болған сайын, оны сатып алу да оңай болады. Мұндай жағдайда компанияны басқа біреу толықтай сатып алу мүмкін. Немесе одан да жаманы ірі корпорация келіп, жұтып алу мүмкін. Осының алдын алу үшін компания менеджменті өз акцияларын қайта сатып алуды бастайды. Бұл нарықтағы сұранысты арттырып, акция бағаларының өсуіне алып келеді. Байбек қандай мәселелерді шешеді? Бәсекелес компания жұтып қою қаупін жояды. Артық өтімділіктен құтылуы. Капитал құрылымын өзгерту. Пайданың акция бағасына қатынасын жақсарту. Дивидендтерге салықты есептеу кезінде жеңілдіктер алуға. Сатып алынған акцияларды компания қызметкерлеріне беру. Компаниялар өз акцияларын қалай сатып алады? Компания байбек жасайтынын жариялау арқылы өз акцияларын ашық нарықтан немесе тікелей акционерлерден сатып ала алады. Бұл өз кезегінде басқа инвесторлардың бағалы қағаздарға деген қызығушылығын арттырады. Көбінесе эмитент акцияларды ашық нарықтан сатып алады. Бұл жағдайда компания өз веб-сайтында кері сатып алу бағдарламасының көлемін және оны жүзеге асыру мерзімін ресми түрде алдын ала хабарлауы міндетті. Компания өз акцияларын сатып алуға өтімді қор биржасына қояды. Ол әрбір өтімдегі акциялардың көлемі мен сатып алу бағасы туралы алдын ала хабарлауға міндетті емес. Эмитент өз акцияларын бағалы қағаздар бағаланатын барлық қор биржаларында да олардың біреуінде де өте алады. Акцияларды ашық нарықта сатып алу байбектің ең қарапайым түрі. Компаниялар көбінесе осы әдіске жүгінеді. Әсіресе америкалық және еуропалық қор нарықтарында осы тенденцияны көп байқаймыз. Сондай-ақ компания белгіленген баға бойынша тендер немесе голланд аукционы түріндегі тендерді шығару арқылы өз акцияларын акционерлерден тікелей сатып алу мүмкіндігіне ие болады. Мұндай кері сатып алудың ашық нарықтан сатып алудан айырмашылығы ол акциялардың үлкен бөлігін қысқа мерзімде сатып алуды қамтиды. Акцияларды сатып алу туралы ұсыныстың әрекет ету мерзімі әдетте бірнеше аптадан аспайды. Ал кері сатып алу бағасы әрқашан тұрақты және бағалы қағаздардың ағымдағы нарықтың бағасынан міндетті түрде асып түседі. Компанияның акцияларын сатқысы келетін барлық акционерлер өтініш береді. Егер акционерлердің өтінімдерінің жалпы көлемі ұсыныстан асып кетсе, эмитент бастапқыдай жоспарлағаннан көп акцияларды сатып алу мүмкін. Голланд аукционында сатып алу жағдайында қатысушылар акцияларға төлеуге дейін ең төменгі және ең жоғарғы бағаларды көрсету керек. Содан кейін акционерлер көрсетілген диапазонда өздеріне қолайлы бағалар бойынша өтінімдер береді. Осыдан кейін барлық жіберілген өтінімдер бағаның өсу реті бойынша сұрыпталады. Акционерлердің өтінімдері компанияның барлық ұсынысын сатып алатын ең төменгі баға бойынша орындалады. Компания сатып алынған акциялармен не істейді? Сатып алынған акциялар бүкіл компанияның меншігіне айналады. Мұндай акциялар қазынашылық акциялар деп аталады. Олардың дауыс беру құқығы жоқ, дивидендтер төлемейді. Сондай-ақ компанияны тарату кезінде мүлікті бөлуге қатыспайды. Сонымен қатар эмитент бұл акцияларды бір жыл ішінде нарықтық бағадан төмен емес сатуға немесе жарғылық капиталды азайту арқылы сатып алуға міндетті. Акционерлерге байбек қандай пайда келеді? Компания әдетте акцияларды нарықтық бағадан жоғары бағамен сатып алады. Бұл кезде акционер ағымындағы бағадан жоғары акцияларды сатады. Не оның акцияларының құны, егер ол оларды сатпаса, өседі дегенді білдіреді.
Достар, осымен бүгінгі видео тәмам. Бейбек дегеніміз не екенін түсіндіңіз деген ойдамын. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.